Әйелдер әлемнің жарығы осындай атаумен Ақтөбеде облыс әкімінің бастамасымен акция бастау алды. Шара 8 наурыз мерекесінде ешбір әйелдің назардан тыс қалмай сый құрмет көрсетілуіне үн қоспақ. Акция аясында жастар ұйымдарының өкілдері кең көлемде шаралар өткізуді жоспарлап отыр. Мереке қарсаңында облыс әкімінің орынбасары Асқар Шерьязданов Қазақстан халқы ассамблеясы мен қоғамдық кеңестің мүшелерімен кездесіп бірге құттықтады. Қазақстан халқы ассамблеясының ғимаратында өткен мерекелік шараға облыстағы 90 ұлт өкілдерінің басын қосып отырған 19 этномәдени бірлестік жетекшілері мен қоғамдық кеңес, аналар және ақсақалдар кеңестерінің мүшелері қатысты. Олардың арасында ұлтаралық татулықты дәріптеп, достықты нығайтуға ұзақ жылдардан бері үлес қосып келе жатқандар да бар. Облыс әкімінің орынбасары Асқар Шерьязданов аймақ басшысының атына жиналғандарды құттықтап, сый сияпат көрсетті. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір әйел заты, ол үлкен жастағы әйел адам болсын, орта буындағы өзіміздің замандастарымыз болсын, жас буын болсын, бәрімізде осы қоғамымыздың Ақтөбе облысының түкпір-түкпірінде, Ақтөбе қаласында өздеріңіздің еңбектеріңізбен еліміздің дамуына үлес қосып келесіздер. Әрбіреуіңіздің еңбегіңізді біз бағалаймыз. Мұндай құрметке ие болғандардың бірі Эльвира Хабибуллина. Көктемнің шуақты мерекесіне орай осындай шара ұйымдастырғандарға алғысын жеткізді. Шатлық этномәдени бірлестігінің жетекшісі үшін елімізді мекен еткен көптеген ұлт пен ұлыс өкілдерінің ұлттық болмыстарын сақтап, қайта жаңғыруына жағдай жасалғаны нағыз бақыт. Ал Эльвираның басшылық ететін ұйымы халықаралық әйелдер күніне орай бірқатар мерекелік шара өткізбек. Всех женщин всего мира. Мен аналарды барлық әйелдер қауымын 8 наурыз мерекесімен құттықтап, оларға зор бақыт, мол махаббат тілеймін. Әйелдер қашанда зор құрметке ықылас қалайық. Әрбір күндер қуанышқа, шаттыққа толы болсын деп тілеймін. Айта кету керек, халықаралық мерекеге орай Ақтөбе өңірінде әйелдер әлемнің жарығы атты акция бастау алды. Негізгі мақсат әрбір әйелдер қауымын назардан тыс қалдырмай сый сияпат көрсету. Бұл іске жастар ұйымы да атсалысады. Бұл шараға жастар қанаты да міндетті түрде қатысады. Мен барлық облыстағы жастардың атынан, бұның ішіне тек қана Ақтөбе қаласы емес, аудандардағы, ауылдардағы жастар қанатының бөлімшелерінің атынан осы акцияға қатысатынымызды айтқымыз келеді. Біз ардагерлерге, көпбалалы аналарға, алтын алқа, күміс алқа иегерлеріне осы мереке қарсаңында барып, үйлеріне құттықтаулармен, арнайы хаттармен барып, барынша кіріп шығатындығымызды жеткізгіміз келеді. Ануарбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.